Ал енді мынау активатор клеток деген түріне қарасаң фен сияқты. Активатор клеток деп өзінің аты да түсіндіріп тұр. Мына біздің ағзамыздағы әлсіреген клеткаларды бұл жандандырады. Жасайсыз бауырға, бүйрекке. Мінекей мен өткенде тамағым шықпай қалған, кешке дейін тамағыма осыны ұстап, мінекей дауысым шықты. Шаш кептірсеңіз бар ғой, шаш кептірсең, мына шаштың түсуін азайтады. Луковица дейді ғой орысша, су луковицасы әлсіреп тұрса, соны қатайтады. Сағыныш сіңіліме мына қолын көріп өткенде жаман жүрегім ауырып кетті. Мына авариядан кейін мына қолына 24-ші жылы сол жаз кезінде машинамен аварияға түстім. Енді қолыма операция жасады, әлі ем алу керек. Соған Жеңіс апайымыз осы жерге алып келіп, кеше бір-ақ күн алдым. Мына сүйегі сынғаннан кейін бұл жер қатайып қалған. Қатып қалған қолым. Енді кеше ғана алдым, жан кіргендей болды. Бұл енді үйдегі физиотерапия ғой. Терагерцовая волна бар мына ішінде. Сүйекке, мынау сіңірлерге терең кіргендіктен, мына қатайған сіңірлердің жаңағы клеткаларын жібітіп, тірілтіп, мінекей уже қосылып. Кеше мұздай тұғын қолым. Иә, бүгін жылыптыр. Оны біз былай қан барғаны көрініп тұр да. Былай жасаймыз. Мынаны бүйтіп осыған жасаймыз, Бара бермейміз ғой, больницаға уақытымыз жоқ. Енді осы жерге келіп, осындай енді алуға ниет етіп отырмын. Мен бұны алып алдым. Ангинан көтеріліп кетсе, алып тастайды. Мына мойныма, мына фарингит деген бәле бар менде. Осыны кешке дейін. Сосын құлап, шаншып, тоңып, домашний доктор. Мына бронхыға мыңда бір ем. Құдайдың рахаты бірінші Алла, екінші осы қыздарға мыңда бір алғыс.